Ұлытау қазақтың бастаусың, ерлігім елдігімнің бастаусың, ұлы депті алталаш ұран салып, өзге таулар өзіңнен аспау үшін. Ұлылықты мен сенен енді көрдім, ұраны боп бүгінге келдің ердің, шежіреңді шеріңді оқып тұрмын, арасынан таңбамен белгілерді. Бүгін біз киелі Ұлытау топырағының рухани байлығын түгендеп, ұмытылғанды жаңғыртқан ерекше еңбектің парақтарын ашқалы отырмыз. Ұлытау облысының мәдениет тілдерді дамыту және архивісі басқармасының қолдауымен әнші, термеші, өнер зерттеуші, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген артисі Серік Кәрібайұлы Оспанның Ұлытау өңірінің сал-серлері мен әнші күйші ақындар атты кітабы бойынша өнерім, өмірім атты әдеби танымдық музыкалық кешіне қош келдіңіздер. Әркені кешке дейін ойнап пердесі ойнап береді. Сен едің дарынды әнші дара жігіт, жатырмын бір қырыңды жаңа біліп, ғылымға да бой ұрған екенсің ғой домбырамен әніңді сала жүріп. Ұясы болған шындық шырғалаңның, сыры көп ашылмаған бұл ғаламның, жандарына тереңде өліпсің, өзің ән сап жүрген тұлғалардың. Ал енді бүгінгі болып отқан Секеңнің кеші, бұл кісі өнер зерттеушісі, халыққа еңбек сіңірген әртіс, арамызда жүрген Ұлытаудың бір тұлға азаматы. Секеңді біз жақсы көреміз. 80 жылдардан 40 жылдан аса өнермен таныспыз. Ұлытау есі жұпар даласының тастары көркіне сай гарашының, қара бұлтты қағжарған қалың елім, 300-дің басын қосқан барасың. Ұлытаудың баурайында сіздерменен өскен, мен де Ұлытаудың баласымын. Үшіден осы облыстық мәдениет басқармасы біздің орталық кітапханамыздың бірігіп ұйымдастырылған шарасы екен. Көп шараның барлығы көбінесе осы жерде өтеді. Сондықтан да бүгін бұлда бір үлкен кітап күніне арналған бір жақсы бастама екен. Соны мынау Серіктің өнерімен жалғастырып осы қызметіне байланыстырып, осындай бір кешімді жасап жатыр екенсіздер, құтты болсын дегім келеді. Ұшырып азаттықтың құсын қолдан, бабамның тұншыққан дәшінде арман. Қазақтың тарихында соғыс болса, барлығы тәуелсіздік үшін болған. Туған ауылым атыңды туғып алдым, тағдырыңа қарамаймын жүрдім бардым. Мұңайсаңдар сендермен бір мұңайып, қуансаңдар сендермен бір қуандым. Сондықтан мұқаш үшін ауыл жылап, мен кетсем қалатындай тауым жылап, тілеуіңді туған жер тілеп жүрмін, арқам азаматтық ауыр жығар. Şirküydüm sararday. Ұлытаудың күндегі ұлтымның осы шындығы, кереген кеңде жайылып, керілген күндегі. Сақтармен соны күндарда, бас иген сендік шыңдарда, қазақтың кесі аңқиды.